Армысыздар, бармысыздар? Міне алдарыңызда мына қойлар сатылымда, таза қисар қойлар. Міне керемет, тамаша. Қозыларының өзі аналарымен бірдей болған. Ішінде қошқар қозылар бар. Мынау декабрьский қозылар өздерімен бірдей болған. Мынау көктемде туылған қозылар. Міне қозылардың өзі қазір аналарымен бірдей. Қойлар сатылады. Өздеріңіз ұстаймыз десеңіздер, не болмаса ұрықтық қой қыламыз десеңіздер, мына қошқар қозыларды 2 жылдан соң басқа қойға салуға болады. Бұл қойлар бағасы келісімі бар. Айсұлу апа, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян ауылы. Қазір экранға телефонның нөмірін қалдырамыз. Кез келген уақытта хабарласып, қойдың саудасын саудаласып, бағасын шығарсаңыздар болады. Қойлар әдемі қойлар, керемет, жем жеп, әбден күтімде болған. Құйрықтарының өзін көрдіңіздер ме? Қандай таза қисары қойлар. Мына құлақтарының өзі қандай әдемі, керемет. Осы қойды алып, қой қылам десеңіздер, не болмаса енді бір жаққа апарам десеңіздер де, енді қазақта көп қой, патақор деген болады. Енді ойда қырда қойдың келісімі болады. Апамыз кішкене жасыл қойғаннан соң қойға қарауға шамасы келмей қойды сатқалы отыр. Кішкене қозылар да бар ішінде. Шарбаққа келгеннен соң кіріп өздеріңіз қой қорадан көретін боласыздар. Қойлар керемет қойлар, өте күтімі жоғары, күтімі мықты, таза қисары қойлар. Алам десеңіздер, саудаласам десеңіздер, қазір біз телефонның нөмірін қалдырамыз, сол телефонға хабарлассаңыздар болады.